Сәлем достар, біздің күніміз осылай басталады. Таңертең тұрамыз, шаштарымызды жинаймыз, беттерімізді жуамыз, сосын барып төсектерімізді жинаймыз. Одан кейін шай ішеміз. Сіздер не істейсіздер? Ең бірінші Еркеназдың шашын осылай тараймыз. Еркеназ бізде шашын көп буғызбайды. Ол көбіне балабақшада апайларына шашын буғызады. Өргізеді, балабақшада апайлары күшті қылып шашын буып қояды. Бірақ үйге келе салып ол шешіп тастайды. Және менің буғанымды да көп жақтыра бермейді. Кейде буғызады, кейде буғызбайды. Бірақ бүгін міне осылай әдемілеп буғызып отыр. Еркеназ бізде самая младшая, ең кіші қызымыз. Келесі мен Аруканың шашын будым. Арукаға негізі күнінде шашын өремін, оның шашы ұзын. Бірақ бүгін ол буып берші деген соң шашын буып бердім. Аяла да шашын буғызады. Бірақ Аяла өте щепетильная, ол шашын қарайды, ол түзу болды ма, түзу болған жоқ па, қисық тұр ма, қисық тұрған жоқ па, сондайдың бәрін қарайды Аяла. Сосын бәріміз барып бетімізді жуды, тісімізді жуамыз. Сөйтіп қол бетіміздің бәрін жуып болған соң барып шайымызды ішіп аламыз да. Рисовая каша немесе жұмыртқа жасап, шай ішіп болған соң осылай комнатамызды жинаймыз. Енді біздің комнатамыз жиі шашылады, өйткені бізде қыздар екен. Негізі қыздар болған кезде көп шашылмау керек деп айтады. Бірақ қыздар қайта-қайта киіне берген соң киімдерін алып шаша береді. Сондықтан біз оны осылай күнде жинаймыз.